Hello, dear student. How are you today? Let's continue our unit creativity. Here's a listening podcast. Unfortunately, I haven't audio or video. Let's do exercise number 4. Vocabulary. Music. Classical. Классикалық. Folk. Бұл фольклорный деп аталады. Дәстүрлі хип-хоп, джаз, опера, поп, рэп, рок, соул, сольный дейді жалғыз өзі айтылатын ән. Осыларды енді сәйкестендіреміз. Classical E, folk I, hip-hop G, jazz C, opera A, pop D, rap H, rock B, soul F. Let's do exercise 5. What's your favorite music? Сенің сүйікті музыкаң қандай? My favorite music is rap. Менің сүйікті музыкам rap. I don't like an opera. Маған опера ұнамайды. My sister likes pop. Менің апайым поп музыканы ұнатады. Мына жерде мән беретін болсақ, like, I like деп айтамыз, ал my sister likes болады. Like ұнату сөзі бірінші, екінші жақта like болады, ал үшінші, all деген үшінші жақта she likes болады. Sister, brother әртүрлі сөздер тұруы мүмкін бұл жерде. Үшінші жақта етістігімізге s әрпін жалғаймыз. Осы шақта. What about you? Ал сенші? My favorite music is classical. Менің сүйікті музыкам классикалық. I don't like folk. Мен дәстүрлі музыкалар ұнамайды маған. My brother likes jazz. Менің ағам джазды ұнатады. Көрдік пе мына жерде I like, brother likes болады. Бірінші, екінші жақта like, үшінші жақта s әрпін жалғаймыз. Let's do exercise 6. My favorite music is rap. Менің сүйікті музыкам rap. I don't like opera. Маған опера ұнамайды. My partner likes hip-hop. Менің партнерім или досым хип-хопты ұнатады. Мына жерде үшінші жақ партнер или дос. Мына жерде likes. S әрпі тағы жалғанып тұр. Мән беретін болсақ, бірінші, екінші жақта like, үшінші жақта likes болады. Осыны естеріне сақтап алыңдар. My favorite music is classical. Тағы да басқа мысал келтірдім. Менің сүйікті музыкам классикалық. I don't like rock. Маған рок музыка ұнамайды. My partner likes soul. Менің партнер досым жалғыз ән айтқанды ұнатады. Осымен аяқталды. Сау болыңдар.